Бүгін мен сіздермен үй жағдайындағы лагманды қалай пісіретінімді бөліскім келеді. Лагманға кеспе тарту, алмұрт атқылау сияқты оп-оңай. Сізге аздап шыдамдылық қажет және сіз мен сияқты жетістікке жете алатыныңызды сенімдімін. Ең алдымен достар, осылай терең ыдысқа ұнды саламыз. Мысалы, мен шай ішетін кесемен ұнды өлшеп салам. Бүгін мен 3 кесе ұнды ғана істеттім. Өйткені осы порция бізге жеткілікті болады. Сіздерге көбірек керек болса, онда 6 кесе ұн қоссаңыз да болады. Ол кезде 2 кесе су қосу керек болады. Сонымен бүгінгі рецептте мен 3 кесе ұнды қосып, үстінен 1 шай қасық тұз қостым, 1 жұмыртқа қостым. Содан кейін су құйып, тығыз қамырды жақсылап иледім. Дайын болған қамырды осылай пакетке орап 30 минутқа қалдырып қоямыз. Жарты сағат өткеннен кейін біз қамырды қайтадан осылай илейтін боламыз. Содан кейін қайтадан 30 минутқа демалуға қойып қоямыз. Осы 30 минуттың ішінде қамырды осылай 2-3 рет иледім. Ал шамамен 1 сағатта өтті. Енді осы қамырды 4-5 бөлікке бөлеміз. Әрбір бөлекті кішкене шұжықтарға айналдырамыз. Осылай жалпақ табақты алып, үстінен маймен майлаймыз. Табаққа шұжықтарды саламыз, үстінен жақсылап маймен майлаймыз. Бұл өте маңызды. Тамақ пленкасымен немесе целлофанмен бетін жауып, тағы да 20-30 минутқа қалдырамыз. Енді осы қамырдың бір бөлігін алып, оны ұзын қамырға жайып шығамыз. Тынған қамыр оп-оңай жайылады. Тура видеодағыдай етіп қамырды жаямыз. Созылған қамырды осылай дөңгелетіп ораймыз. Үстінен міндетті түрде маймен жағуды ұмытпаңыздар. Қамырдың барлығын істеп болғаннан кейін үстінен пищевой пленкамен жауып 10-20 минутқа қойып қоямыз. Осы уақытта суды қайната берсеңіздер де болады. 10-20 минуттан кейін қамырымызды қолдарымызбен созамыз, оны саусақтарымыздан өткізіп, жұқалап созып шығамыз. Енді қайтадан екінші рет осылай қолымызбен созып шығамыз. Енді осы қамырды мен қолыма орап алам, барлығын үстелге ұрып, бірге созамын. Содан кейін ғана кеспе өте жұқа болып шығады. Біздің дайын болған қамырды қайнаған суға салып 2-3 минуттай қайнатамыз. Суға тұз салуды ұмытпаңыздар. Піскен дайын болған лагманды бірден салқын суға түсіріп, лагманды суық сумен жақсылап шаямыз. Мінекей біздің үй жағдайында жасалатын лагманымыз дайын болды. Сіз көргендей лагман созуды
ешқандай қиыншылығы жоқ, сондықтан сіз де жасап көріңіз. Сіздермен бірге болған Зере.